Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Мадина. Бүгін осындай керемет тауық етінен дәмді шашылып тұратын палау жасайтын боламыз. Ең алдымен майымызды құйып, тауықтың аяқтарын салып, шыңғыртып тұрып қуырып алыңыздар. Видеоны соңына дейін көрсеңіз, керемет палауыңыз дәмді болып шығатын 3 лайфхакпен бөлсем. Осылай қып-қызыл болып қуырылған тауықтың аяқтарының үстіне пияз және чеснокты салып, тағы да қызартып қуырамыз. Жақсылап қуырылып болғаннан кейін үстіне майдалап туралған сәбіздерімізді салып, тағы да қуырамыз. Дәміне қарай тұз салып, араластырып, бетін жауып кішкене қуырылып алу керек. Осылай сәбіздері кішкене өлу керек. Сосын үстіне осындай үлкен кесемен 2 кесе су құямыз. Артық су құймаңыздар. Сосын осындай палауға арналған мен приправадан кішкене қостым, жарты шай қасықтай. Бетін жауып, жарты сағат жақсылап қайнатамыз. Ол қайнайым дегенше су құйған кесеңізбен қанша су құйдыңыз, сонша күріш салып, жақсылап жуып, крахмалдарын кетіріп, осылай суға салып 15 минутта жібітіп қоясыз. Мінекей жарты сағатта өтті, дайын болды. Еттерін осылай теріп алсаңыз да болады. Мен осылай теріп алып, үстіне күрішімді салып шықтым. Күріш салып болғаннан кейін дәміне қарай жарты шай қасықтай осылай зірені қолыңызбен езіп салсаңыз, палауыңыз өте дәмді болып шығады. Палаудың күріші пісем дегенше сіздерге уәде етілген керемет 3 лайфхакпен бөлісетін боламын. Ең бірінші лайфхак, палаудың майын құйған кезде майы қатты қызу керек. Бұл бірінші лайфхак. Екінші лайфхак, менде пиязымыз қызартып золотистый цвет дейміз ғой, сол сияқты болып қуырылу керек, бірақ күйіп кетпеу керек. Ал үшінші лайфхак, керек суыңызбен күріштің мөлшерін өзіңіз есептеуіңіз керек. Яғни 1 кесе күрішке 1 кесе су құйып аласыз. Одан артық құюдың қажеті жоқ. Сонымен қатар күрішті алдын ала суға жібітіп алсаңыз өте керемет болып піседі. Мінекей менің күріштен жасалған керемет палауым өте әдемі, дәмді болып шықты. Дәміне енді сөз жоқ. Осылай барлығын жинап, керекті етін, үстіне мен пияз қостым, барлығын сәндеп дастарханға ұсынамыз. Менің каналыма тіркеліңіз және отбасыңызға менімен бірге дәмді ас пен қуаныш сыйлаңыз. Сіздермен бірге болған Мадина.